Адамның бойында иммунитет төмен болады, энергиясы төмен адамда. Демек, адамның күш қуаты аз болады, жалқаулық басады, еріншектік басады, күнде ертеңге қалдыра береді, өйткені оның бойындағы энергиясы өте төмен. Бірақ адамдар қосымша неше түрлі БАДы ішеді, витаминдер ішеді, бірақ иммунитетін көтере алмайды, ұйқысы қанбайды, өмірі қазір ұйқыдан тұрады, қазір шаршап тұрған сияқты деңгейге түсе береді. Сол себептен де мен сіздерге кеңес берер едім, ең бірінші өзіңіздің тәніңіздегі түсіп кеткен күш қуатыңызды, демек энергияңызды өзіңіздің қолыңыздың биотогымен, өзінің керекті сөздерімен көтере отырып, физический телаңызды дұрыстайсыз, ментальный әлеміңізді, астральный тела, бізде 7 тела бар ғой, соның бәрін қуаттай отырып, қосымша БАДы ішсеңіз де, ішпесеңіз де, сіздің иммунитетіңіз көтеріліп тұрады. Бұны көтергеннен кейін сіздің даже өмірге деген көзқарасыңыз өзгеру арқылы құштарлығыңыз артады. Құштарлығы артқан адамда ұйқы келе ма, жалқаулық баса ма? Өзіңіздің иммунитетіңізді көтере отырып, жалқаулықтан, еріншектен арылып, балдарыңыздың да иммунитеті жоғары болсын десеңіз, біздің терапияға келуіңізге кеңес беремін.